5 қазан 2000 жыл қасиетті Түркістанның халқы үшін ақ түйенің қарны жарылған күн болды. Бұл күні Айдаспанға шығарып, Сиднейде алтын медал алып қайтқан Бекзат Саттарханов батырларын күтіп алған күн еді. Бұл медал Түркістан түгілі облыс халқының өзі 1976 жылғы Монреалда Ленни киім әкелген алтын медалдан соң 24 жыл бойы күткен медалдар еді. Ал қазақ халқының бұдан бұрын 20 жыл бұрын Мәскеу Олимпиадасында Жақсылық Үшкемпіровтен соңғы қос алтыны болса, Халықаралық Қазақ университетінің президенті Мұрат Жұрынұлы мен Шымкент бөлімшесінің ректоры Ілесбек Тәшім мырзаларға көз көріп құлақ естіген жерлерден өнер жастары мен спортсмендерді өздеріне тарта жүріп, бар жағдайларын жасай жүріп 10 жыл күткен алтыны мен күміс еді бұл. Ал Түркістан халқының ғұмыр бойы күткен арман еді. Сол арманға Бекзат Саттарханов жеткізді. Өмірзақ Әміретұлының сөзімен айтсақ, Бекзат елінің мақтанышына айналса, біз Бекзат арқылы мақтанамыз. Бұрын бізде көзі тірі батырымыз біреу-ақ еді. Ұлы Отан соғысының батыры Расул Есетов ағамыз. Енді әрі жас, әрі алда алар асулары мол Бекзат бауырымыз бар. Енді кез келген мейманның, кез келген сыйлы қонақтардың алдында мақтана аламыз. Бекзат біздің Гагариніміз деп ағынан жарылды. Бұдан асқан теңеу, бұдан асқан мақтаныш сезім болмас сірә. Бекзаттай батырына әкім ақ арғымақ мінгізді. Аппақ үй сыйлап, жаңа пәтердің кілтін тапсырды. Жастар Бекзатты төбесіне тік көтеріп жүріп, сол ақ үйіне апарып кіргізді, көрсетті, құтты болсын айтып, қуанышына қуаныш қосты. Ағайыны жабулы ақ бура сыйлап, оны үйіне апарып байлап қойыпты. Кешкісін ағайын туыстары Бекзатқа арнап банкет берді. Бұл жерде сөйлеген кісілердің сөзінен ұққанымыз, Бекзатқа деген темір тұлпардың жағдайда бір аптаның ішінде шешіліп қалатын болып тарқасты. Рахмет, Бекзат Саттарханов, Түркістанның тойына тамаша тарту сыйладың. Халқыңды ертеңгі дүниенің төрт бұрышынан келетін меймандар алдында беттеріне тура қарайтындай дәрежеге жеткіздің. Сен туралы әлі талай дастан жырлар жазылады, талай фильм түсіріліп, талай ода айтылады. Сенің атың жаңа туар сәбилерге қойылып, сенің атың көше, мектеп маңдайшасына жазылады. Басар баспалдағың, шығар биіктерің көп екеніне сенеміз. Күн парашын Сапарәлі бауыржан